Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен шайға таптырмас, ауызда еритін жұмсақ, бір жасағынан сәтті шығатын сүзбелі рогаликтердің рецептімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға құрғақ сүзбемізді салып аламыз. Оның үстіне қантамызды, шым-шым тұзымызды саламыз. Ертілген сары майымызды құйып, бір жұмыртқамызды салып, шанышқының көмегімен езіп араластыратын боламыз. Мінекей осындай масса болып шығады. Енді оның үстіне електен өткізілген ұнымызға разрахителімізді салып, массаға қосып, қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай қолға жабыспайтындай етіп дайын болды. Енді оны мешокқа салып, холодильникке 40 минутқа қойып қоямыз. Енді 40 минут өткеннен кейін қамырымызды екі бөлікке бөле отырып, бір бөлігін осылай ұн себе отырып, домалақ етіп жайып аламыз. Бірінші қолымызбен, одан кейін осындай оқтаумен қатты жұқа емес етіп жайып алатын боламыз. Дайын болған қамырды осылай пышақпен рогаликидің формасында үшбұрыш етіп осылай кесіп аламыз. Қалауыңызша ортасына начинкаға осылай шоколадный паста салсаңыз болады. Барлық қамырымызға шоколадтарымызды салып шықтық. Енді осылай орап, табамызға пергамент қағазын төсеп, рогаликтерімізді орналастырып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Енді екінші қамырымызды да тура солай жұқа етіп жайып аламыз. Тек начинкасын ғана өзгертсеңіздер болады, немесе сол қалпында жасай берсеңіздер болады. Осылай барлық жеріне қант сеуіп аласыздар. Оны да үшбұрыш етіп осылай рогаликидің пішінінде кесіп аламыз. Барлығын осылай орап аламыз. Одан кейін қантқа осылай батырып шығып, табамызға қойып шығамыз. Екіншісін дайындап жатқанда біздің бірінші рогаликтеріміз дайын болды. Енді оның үстіне сәндік үшін осындай сахарный пудраны сепсеңіздер болады. Мінекей екінші рогаликтеріміз де дайын болды. Мінекей біздің екі түрлі салмадағы сүзбелі рогаликтеріміз дайын болды. Жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ас болсын.